Ойлаш, 2025 жыл. Илон Маск Марсты колониялауға дайындалуда. Ал Boston Dynamics өзінің роботтарын адамдарға үй жұмысымен көмектесуге алатындай қылып жасауда. Бізде Қазақстанда қандай да болмасын инфо-цыганның ішін ұрып жіберетін бизнес модель тренд болуда. Ол қандай тренд дейсіз ғой? Ол дұға сату. What? Bro, what are you talking about, man? Не деген? Мәссаган. 21 ғасырдың саудагерлері ауа сатуды жаңа деңгейге шығарып жатыр. Оптымда, в розницада сатады. Өзің доставкасы да бар. Төлеген жағдайда 1 секундтың ішінде WhatsAppқа товар жеткізіледі. Мен танкының ішінде өмір сүріп жатырмын, не болып жатыр, қайдағы дұға сату деген сұрақтар болса, бұл жағдайды жалпылама түсіндіріп жіберейін. Қазақстанда қазіргі сәтте көптеген инфо-цыгандар жаңа сауда-саттықтың түрін ойлап тауып алып, қарапайым халыққа дұға сатуда. Не мақсатпен деп ойлайсыз ғой? Олардың айтуынша, өміріңізде қандай да бір проблема болмасын, ақшаның жоқтығы ма, зарплатының көтермеу ма, тағы сол сияқты проблемаларға шешім бар дейді. Ол арнайы тек инфо-цыгандар ғана білетін ерекше дұғалар екен. В общем, сол дұғалар аспаннан ақша жаудырады деп тұр. Ақшасы құрсын, золотой дождь болмаса болғаны. Я мочусь на людей за деньги. Не понял. Что он сказал? Кажется, он сказал, что писает на людей. Былайша айтқанда 99 проблемаға шешім бір дұға. Бұл жағдай феноменге айналды десек, қателеспейміз. Енді түсініп отырғаныңыздай, бүгінгі видео осы божественный маркетингке арналады. Оған қоса, осы маркетингтің ішінде жүрген кәсіпкерлік генийлардың кім екенін және неге әлі күнге шейін экономика бойынша Нобель сыйлығын алмағандарын анықтауға тырысамыз. Сізбен Шаймай Пай, ал бұл разбор полетов по-казахски. Әрбір нарықтың өзінің супер жұлдыздары болады. Мысалы, Стив Джобс. Оны бәріміз танимыз, қандай еңбек сіңіргенде білеміз. Ал бүгінгі оқиғаның басты кейіпкері бізде бар. Тап сондай супер жұлдыз, тап сондай бір туар. Бұрын айтатын еді ғой, даудың басы Дайрабайдың көк сиыр дейтін бе еді? Ал бүгін бізде даудың басы Аягөз Асқарова. Ол кім десеңіз, бұл кісі еліміздің шулы реалити шоу Қалаулымның жұлдызы. Білетініңіз бар, білмейтініңіз бар. Қалаулым деген болашақ вип-казашка, вип-казақтарды болашақ Инстаграм жұлдыздарын дайындайтын қазақстандық Хогвартсқа қысқаша айтқанда. Осы жерде біздің болашақ жұлдызымыз бірінші қадамдарын жасаған еді. Хогвартсқа келіп, миллиондаған көрермендердің алдына махаббатын іздеді, шудың үстінде жүрді, қарым-қатынаста болды. Бірақ менің ойымша, бұл жерге келудің ең басты оның мақсаты өзінің инстасына подписчик жинау болған сияқты. Яғни, алғашқы қадам жасалынды болашақ бизнеске, бірден ол ақша құйған жоқ бизнеске, ол не істеді? Адамдардың назарын аудартты өзіне. Өзінің тарапына қарай бір керемет шоу жасап жатыр да, Зарина сол жақта бір ойыншы ма, қатысып жүрген бір ойыншық сияқты көрініп тұр маған. В общем, музыка долго не играла ғой. Біраз уақыттан кейін шоу бітті, прожекторлар сөнді, ал адамның саны жиналды. Енді оларға не істеу керек? Әрине, контент беру керек, оларды тамақтандыру керек, қоректендіру керек, олардан бір пайда табу керек. Соны көздеген біздің аруымыз не істейді деп ойлайсыңдар ғой. Оның келесі қадамы бәрін таң қалдырды ғой. В общем, нежданчик бейби болды. Жесткий ребрендинг кетті. Біздің светская львица рухани тәлімгерге айналды. Әдеттегі киімдер, в общем, күнделікті киімдер хиджабқа ауыстырылды.
ол посттардан киелі заттың еш шыға бастады бір нәрсе. Әрбір видеосында өзінің Құдайға деген шексіз махаббатын айта бастады. Үшін қуып кетті по плотному. Былай Инстаграм тексерсеңдер негізі кринжға толы бар ғой. Енді бір сәті түскенде біздің жаңа аруымыз, яғни жері қопсыды, енді егін егуге болады деген сәтте біздің маркетолог от Бога өз бизнесін ашады ғой. Бұл ару қызымызға бұл ой қалай келді? Өз айтып жіберсін. Бір күні Аллахтың қалауымен қазір Қағбадамын ғой, Меккедемін ғой. Бір күні бір дұғаны көремін ғой, оқимын ғой. Ананың тарихын білемін ғой, ана дұғаның құдіреттілігін білемін ғой. Сөйтемін да Қағбаны айналып бір күн бойы, целый бір күн бойы тоқтамай айтамын ғой. Тоқтамаймын, вообще тоқтамаймын ғой. Ойлаңызшы, сонша мені күйдірген ана проблема бір-ақ күнде шешіледі ғой. Еще бір ше әшейін просто так шешіліп кетеді ғой. Мен ол үшін жыладым, мен ол үшін қайғырып жүрмін ғой кәдімгідей. Сонда проблеманың шешімі бір-ақ дұға болып тұр ғой, ойлаңыздаршы. Қазіргі таңда көптеген оқырмандарым дәл осы мен айтып жүрген дұғаны айтып жатыр, пайдасын көріп жатыр, алғыстарын айтып жатыр. Бірінші Алла, мен ортада просто себепкермін. Дәл осы дұғаны бізге де айтыңызшы, сіздің группаңызға тіркелгіміз келеді деген жандар, сіздерге дәл бүгін 24 сағатқа мен доступ ашып беретін боламын. Бір кішкене мына маркетингтің өзі бір алаяқтыққа ма бірдеңе ұқсап тұр негізі. Оның бәрібір жұрт біледі ғой, бұған алданама қаншама біз мошенник көрмедік па деген сәттің өзінде просто не может быть құда деген жағдай болды ғой. Короче, бизнес ұшты. Ұшқанда қандай Илон Масктың ракетасы қалып қойды ғой, оборот жағынан ше. Енді мен группаммен мақтанайыншы сіздерге бір. Енді Қазақстанға әйгілі болған менің группаммен мақтанайын, иә. Аллахтың қалауымен бүгін біздің группада эстафета өтіп жатыр. Ол эстафета истихфар айтумен жарыс болып жатыр. Ол мыңдаған адам бір WhatsApp топта бір кішкентай аудан орталығын жинады деуге болады ғой. Әрине қаншама сатылым болды, қаншама ақшады жинаған деген бізде ақпараттар өкінішке орай жоқ. Бірақ мына мәз болып тұрған видеосына қараңдаршы. Значит, бизнес удался ғой енді. Вот что я нашел в кармане, во! Ваша зарплата за год! Как я их называю? Конфетти! Видите? Во! Лети, конфетти! Бірақ әрине мынандай сөз бар ғой. Чем выше ты поднимаешься, тем сильнее ты падаешь деген. Қасиетті бизнес дұрыс емес екен, кішкене мына алаяқтық па деп күдік туа бастады ма адамдардың арасында. Адамдар әлде дұрыс сұрақ қоя бастады ма? В общем, үлкен бір резонанс туды. Жаңалық сайттары қалаулым қатшысы дұға сатып жатыр деген тақырыпқа толды. Блогерлар әшкерелей бастады. Имамдар да өз сөздерін айтып үлгеріп жатыр. Ал оның посттардың астындағы комментарийлер от болып отыр. В общем, мына Аягөз Асқарова жасаған хайп өз жасаушысына қарсы шықты ғой. Қыз өз сөзінен қашты. Мені дұрыс түсінбедіңдер, мен бүйткім келді, мен сөйткім келді деген сияқты әңгімелер болды да. Мен түнде ұйықтап атқам. Азанда тұрсам хит болып кеткем. Неден хит болып кеткенімді айтайын енді сіздерге. Жүректеріңіз енді жарылмасын. Тілден кетіп қалып тұрмын ғой. Ана жерде негізі былай айтылу керек еді ғой. Менің группамда күшті ақпараттар беремін. Менің группама кіріңіз деп айтылу керек сөздің орнына жаңағыдай болып кетіп тұр да. Енді дұға сатамын деп сол нечайын шығып кетіп тұр ғой енді. Енді соны біздің қазекеңдер сәл шалынғанды көріп тепкілеп жатыр екен ғой мені. Осылай мың бір түн оқиғасы емес, мың бір дұға оқиғасы сәтті аяқталды десек те болады. Енді видеоны аяқтамас бұрын бір айтқым келіп тұрған нәрсе бар енді десек те болады. Сонымен біз күлдік, таң қалдық бүгін. Бәлкім отандық бизнестің жағдайына қаратып жылағымыз да келіп кеткен болар енді. Бірақ жалпы осы жағдайға қарасақ, бұл нәрсе бізге жаңалық емес. Ойбай, бұл не сұмдық, не деген алаяқтар дейтін жайт емес негізі. Бұл жай ғана бір жаттанды, ескі бір музыка сияқты нәрсенің ремейкі ғой. 90 жылдар есіңізде болса, Анатолий Кашпировский деген теледидар арқылы су құйылған банкаларды зәріптейтін адам болған еді. Дүйім халық болып жиналып қараған ғой сол кезде де. Вам нужно сесть, встать или лечь в такое положение, чтобы у вас была точка опоры. Присутствующие в зрительном зале могут закрыть глаза. Те, кто в экранах телевизоров, поступайте, как вы считаете нужным. Я надеюсь и на вашу интуицию.
Ал біздің Тұрсынбек Қабатов керемет әрі дәл мазақ етіп кеткен нәрсе бар да, ана емші балгерлерді, тәуіптерді, көріпкелдерді ұмытып қалған жоқсыз ба? Ұмытып қалсаңыз, мына бір сәтті қарай қойыңыз енді. Аппақ болып киініп алған ана кісі қызық. Келді де мен алдыма келді ғой. Балам, сен бе музыка қоятын деді. Ана кісіні көргенде вообще шошып кеттім бір ғой. Иә. Кән бір қарғап сүлеп, кән жолында жауап тайтын адам сияқты шошып кеттім ғой кән. Ал енді қазір көздерің жұмыңдар. Мына ауылда жалғыз осы ауылдың адамдары емес, көрші ауылдан да келіп отыр ау деймін деді. Бәрі иә деді. Рахмет. Бір кезде бүйтіп отыр еді. Бір үлкен әйел адам тұрды. Мен ішімде пісімілә келесі мен сияқты кән кезек бар ғой жаңа. Орнынан ат тұрып шынданам ба деп қорқып отырмын ғой. Бәріне қарасам ана апай деп бір кезде біреу ана жақтан тұрды. Деп сәрем ұшып кетті. Бүкіл халық кәдімгі бір бастарын көздерін аша алмайды, кім дейін деп қарайын десе. Мынандай жерде бір кісі бір коляскада өткен, бірінші рет көріп отыр. Тұр орныңнан деді. Ана кісі бәріміз ойбай. Мына кісі көп болып жүрмей тұр деді. Ана кісі орнынан бет тұрды ғой. Ойбай, мен тұрғыш берді деді ғой бәріміз кәмір. Жүр деді. Жүріп кетір. Ұстамаңдар деді. Негізі өзі жүріп кетір уже. Таяғын таста деді. Лақ тастады ғой. Деп қалдық бәрі. Сөйтіп не керек? Бәрі кетті. Мен клубтың ішінде істеймін ғой. Артқы есік бар, алдыңғы есік бар. Ішін жауып, сыртын жауып жүрсем, арт жақта таблетка уазик тұр. Жаңа апам мініп жатыр еді. Бана ғана 7 адам деп отырғандар бірге мініп баратыр. Бана кісілер емес пе? Көзім ашық мен ғой, қалғандар білмейді ғой жаңа. Сөйтіп бір кезде мінді де уазик бұрылықты кетіп батыр еді. Ана коляскадан орнынан тұрып кеткен ағамыз за рулем шопыр. Міне бұл сол адамдар ғой қазіргі кездегі. Олар жай ғана ребрендинг жасап тұр да. Ескі теледидарлар TikTok-тағы тікелей эфирлерге ауысып, ал су құйылған банкілер PDF файлға ауысып тұр ғой. Платформа жаңа, манипуляция әдістері ежелгі десек те болады. Амалы таусылған адамды тауат, оған жалған үміт береді. Сол жалған үмітті еще просто беріп қана қоймай сатады ғой. Ал енді шындап келгенде сіздің үмітіңіз, сіздің сеніміңіз, сіздің бір күшке деген, құдіретке деген жалбарынуыңыз, ол сіздің жеке ісіңіз, ол сіздің баға жетпес нәрсеңіз. Ал енді сол нәрсеге жоқ, мен сені Құдаймен бұлай қатынастырам, сенікі дұрыс емес, бұл бұлай болу керек, менде бір сен істеп жүрсің, менде бір ерекше нәрсе бар дейтін адамдар пайда болса өміріңізде, ол киелі немесе рухани тәлімгерлер емес, ол жай ғана базардағы сатушылар. Мысалы, сен базарға келесіңді, Adidas кроссовкасын алып кет, оригинал. И саған андағы бір сатушы Абибас деген жазу бар кроссовканы пихать етеді, ал мынау да оригинал деген сияқты. Мынау дәл осындай жағдай ғой, жалпыға тоқталып кетсек. Енді бұл кроссовка емес біздің алып атқан. Бұл нәзік, интимный нәрсе ғой, бұлардың сатып атқандар ше. Нағыз көмекпен қолдау ешқашан ақшаға сатылмайтынын ұмытпағайық достар. Айтпақшы енді осындай тақырыптарда менімен әңгіме соққыңыз келсе, Twitch-ке қош келдіңіздер. Сол жерде біздер стрим жасаймыз, ойындар ойнаймыз, әртүрлі нәрселер бойынша тікелей эфирде істейміз. Ал роликке сыймай қалған кішкене бір материалдар, жеке өмірімнен анау-мынау нәрселерді салып тұратын жерде бар. Оның аты Telegram. Осы жаңа екі айтқан нәрсеге әрине ссылка бәрі описаниеда бар. Өтіп тіркеліп кетіп, мені қолдап кетсеңіздер болады. Енді классика бойынша айтып кетейін, егер бұл видео сізге кем дегенде бір рет болса да күлдірсе немесе ойландырса, не істеу керек екенін өзіңіз білесіз. Лайк, жазылу және тытың дейтін нәрсеге басып кетсеңіз де болады енді. Бұл роликті достарыңыз бен жақындарыңызға, әсіресе үлкен буынға міндетті түрде жіберіңіз. Елімізде қасиетті стартаперлардың азаюына бірге атсалысайық. Сіздермен бірге болған Шаймайпай, сыни ойда болыңыздар, әмияндарыңызға сақ болыңыздар және есте сақтаңыздар. Егер сізді Құдаймен ақша арқылы сөйлестірем десе, бұл жай ғана қымбат тариф екенін ұмытпаңыздар. Күнде аспаннан 1000 теңге түсіп тұратын дұға бар ма дейді. 100 000 теңге түсіретін ба? Ондай дұға болса мен саған айтам ба? But you're still the same.